Сәлеметсіздер ме достар, бүгін нанның адам денсаулығына пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Израиль мамандары ақ нан мен қара наннан адам денсаулығына қалай әсер ететінін анықтады. Ғалымдар қанша мөлшерде нан жесең де оның асқазан микрофлорасына әсер етпейтінін айтады. Алайда ескертер жайттар бар. Зерттеуге 20 адам қатысты. Олардың әр зерттеуге дейінгі күнделікті тамақтану кезінде орта есеппен қуаттылығы 10% болатын нан жеп келген. Қатысушыларға 2 апта бойы нанды 2 есе көп жеу ұсынылды. Олардың жартысы ақ нан, жартысы қара нанды таңдады. 2 аптадан соң адамдардың ағзасындағы қан глюкозасы мен қажетті минералдардың құрамы тексерілді. Біз ойлағаннан да басқа қорытындыға көз жеткіздік. Екі нанның қандай жағдайда болса да клиникалық тұрғыда еш айырмашылығы жоқ, деді зерттеуші Иран Сигал. Бірақ бұл зерттеу мамандардың айтуынша жалпылай алғандағы қорытынды. Егер әрбір адамға жеке-жеке зерттейтін болсақ, айырмашылықтар байқалады. Анығында ақ нан жеген қатысушылардың жартысынан ағзаның нашарлай бастаған. Бұл дегеніміз оларға ақ наннан басқа түрін жеу керек деген сөз. Мамандар бұл өзгерістердің ағзаға нанға гликемиялық реакция беруін және әр тағам талшықтарына байланысты болғанын айтады. Ғалымдар мұндай тұжырымдың барлық адамға қатысты емес екенін ескерді. Бұл ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.